Сәлеметсіздерме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша құрама есептер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 151-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз әртүрлі құрама есептерді құрастыру, салыстыру және шығару, 3-4 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және әртүрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау. Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу. Дескрипторы: есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Балалар, біз үлкен тарауымызда ғарыштарды және Байқоңыр ғарыш айлағын зерттеудеміз. Ендеше Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәліметті мына бейнежазбадан тамашалайық. Сыр өңірі мұқият зерттеген ғалымдар Байқоңырда жердің тартылыс күші аз, экваторға жақын, ғарышқа ұшуға ең қолайлы орын деген қорытынды жасаған. Қазіргі уақытта әлемде 20-ға жуық ғарыш айлағы бар. Солардың ішінде жағрафиялық тұрғыдан теңдессіз болып отырғаны Байқоңыр. Қазақстанда ғарыш айлағынан елімізге келер пайда аз емес. Мәселен, Байқоңырдың салынуы арқылы екі елдің, яғни Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық арта түсті. Дамыған елдердің назары бізге ауды. Тіпті жаңа технологияның отаны Жапонияда Қазақстаннан ғарыш кемесі әуеге еш кедергісіз ұша алатындығына көз жеткізді. Алайда зымырандардың зиянды тұсы болатындығын да естен шығармау керек. Қазірдің өзінде Байқоңырға жақын орналасқан мыңдаған шақырым жер улы химикаттардан зақымданған. Жалпы жыл сайын ғарыш саласын дамыта түсу үшін қыруар қаржы бөлінеді. Мәселен, Ресей тарапы Байқоңырды жалға алған үшін $115 миллион көлемінде қаржы төлейді. Сондай-ақ ғарыш айлағы мен Байқоңыр қаласының инфрақұрылымын дамытуға да $170 миллион қаражат бөледі. Ендеше балалар, оқулығымыздың 80-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Байқоңыр ғарыш айлағы 6717 км² ауданда алып жатыр екен. Ендеше ауданды гектармен және армен өрнектейік. 6717 км²-ті метр квадратқа айналдырған кезде 6.717 миллион метр квадратқа тең болады екен. 6717 км²-ің 671.700 гектарға тең екен. Және де 67.170.000 арға тең екен. Үшінші тапсырма. Есепті теңдеу құрып шығар делінген. Ғарыш айлақтың қызметкерлеріне аумақты қарау үшін 60 км жол жүру керек еді. Оларға сағатына 15 км жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олар әлі қанша километр жүруі тиіс? Біз бұл есепті теңдеу құрып шығарамыз. Демек, жылдамдық пен уақытты көбейтіп, оған белгісіз x-ті қосамыз. Сонда барлық жүрілген жолды 60 км-ді теңі деп аламыз. Міне, біз теңдеуді құрдық. 15 көбейтілген 2 қосылған x белгісізі және тең 60-ға. Теңдеуді ықшамдап, жауабын шығарыңдар. Алтыншы тапсырма. Теңдеулерді шеш. Жақша ішінде x белгісізі қосылған 52.345 бөлінген 201. Мәні 345-ке тең. Ең алдымен жақшаны ашып, өрнектерді ықшамдайық.
x қосылған 52.342 тең 345 көбейтілген 201-дің мәніне. Ендеше өрнектің оң жағын көбейтеміз. X қосылған 52.345 тең мәні 69.345-ге тең. Ендеше x-тің мәнін табайық. Бұл жерде 69.345-тен 52.345-ті азайтқанда x-тің мәні 17.000-ға тең екен. Енді x белгісіздің орнына мәнін қойып тексереміз. 17.000 қосылған 52.345-тің мәнін 201-ге бөлгенде мәні 345-ге тең болады екен. Осы есепті мысалға ала отырып, екінші теңдеуімізді өз беттеріңмен орындаңдар. Үй тапсырмасы 9-шы тапсырма. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Ғарыш агенттігі ғарыш ауыл шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдады. Ғалымдар ғарыш жағдайының өсімдіктерге тигізген әсерін зерттей бастады. Арнайы жылыжайға 900 өсімдік отырғызылды. Оның 630-ы көкөністер, ал қалғандары дәнді дақылдар. Көкөністерді әр сөреге 35 данадан, ал дәнді дақылдарды 30 данадан орналастырды. Барлығы қанша сөре қажет болды? Ендеше осы үй тапсырманы кері байланыс ретінде жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.